оперетта біз енді шетелдің операциясында орыс операцияларын көріп жүрміз ғой. Мына қазақи опереттаны мен тұңғыш рет өтті жоғары деңгейде мақтауға тұратұғын. Бұрындан да біз енді 25 жыл осы Шығыс Қазақстанға облысына қосылып қарап жүргенде деңгейі бөлек болатұғын Шығыс Қазақстанның. Бүгінгі таңда таңғаларлықтай. Мына Семейдің Абай облысынан бір бас жоғарылап кетті өнер жағынан. Мақтаған емес, мақтау керек. Облыс әкімі Көшербаевтың арқасында бұл құрылып отыр. Өнерге жан ашитын адамдар ешқашан өлмейді, ол тарихта қалатын адамдар. Бүгін бізде 14 ақпан күні Сыдық Мұхамеджановтың Айсұлу атты операсы Абай облысында өтті. Біздің операмызды Семей халқы өте ыстық қарсы алды. Мен өте қуаныштымын. Семей халқына үлкен рахмет. Шығыс өңірінің өскендігін, опера театрының бізге көңілімізден шыққандығы біздің Семей халқының рухын бір көтеріп тастады. Осының өзі ел арасындағы достықты, ел арасындағы бірлікті, ең бастысы өнерлі, талантты өскемендіктердің Шығыс Қазақстан облысының азаматтары мен азаматшаларының адал еңбегінің өнерге деген өздерінің осы сапарға арнайы дайындалып келгені Абай атамыздың 180 жылдығына бір табыс әкелгендей бізге рух күш жігер берді. Бүгін күн өте сәтті өтті деп ойлаймыз. Өйткені көрермендердің ықыласына, қошеметке қарап түсінуге болады. Енді әр өнер иесі өзінің сахналық қойылымын халықтың көңілінен шығып жатса, бақытты сезінеді ғой.